Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен осы ерлі ертегілердің ішіндегі басты кейіпкерлермен сұхбат алатын боламыз. Ал кеттік. Сәлеметсіңдер ме, қадірлі тыңдармандар? Кеше біз тыңдаған Шахизаман батыр ертегісінен жақсы әсер алған боларсыздар. Ассалаумағалейкум халайық. Мен Құлатай батырмын. Уа, Құлатай батыр, сен қалай батыр атандың? Мен елімді, жерімді қорғап, жамандыққа қарсы күрестім. Әлсіздерге әрдайым көмектестім. Ал бүгін әжеміз бізге бір ертегі айтып бермек. Ол бір кезде шал мен кемпір өмір сүріпті. Олар әдеттегідей таңертеңге ерте тұрып қараса, көк биесінен бір бала туыпты. Оның атын Құлатай деп қойыпты. Ендеше 4 сынып оқушысы Қайратова Таминаның дайындаған Құлатай батыр ертегісін бірге тамашалайық. Ендеше 4 сынып оқушысы Қайратова Тамина сіздерге арнап дайындаған Құлатай батыр атты қызықты ертегісін бірге тамашалайық. Апа, маған кітап оқып беріңізші. Қандай ертегілер? Оқып берейін. Құлатай батырды оқып берейін ба? Иә. Жарайды, Құлатай батырды оқып берейін онда. Бұрынғы заманда бір бай болыпты. Дұрыстап тыңда. Мал дегенде бір көк биесі бар екен. Бұл көк бие күнде айға қарап желімдеп, күнге қарап құлындайды екен. Бай мен бәйбіше сол бие тапқан құлынды азық қылыпты. Одан бөтен тауып жейтін еш қорегі болмапты. Бір күндері болғанда бай мен бәйбіше қартайдық, өлер уақытта Құдай тағала бізге бір бала бермеді. Енді біз бала тілейік депті. Күндегі әдеті бойынша ерте тұрып қараса, көк бие бір бала туыпты. Мұны көріп бай мен кемпір қуанып, үйіне алып келеді. Баланың атын Құлатай батыр қояды. Бір күнде бір жасап, 2 күнде 2 жасап, Құлатай батыр тез өседі. Далаға киік құлан аулауға шығады. Күніге 40 еліктен атып алып келеді. Баласы киік құлан әкелген соң, бай мен кемпір көк биенің құлынын жемейтін болады. Сонан кейін жылқы басы көбейіп, бірнеше мыңға жетеді. Бір күндері Құлатай батыр жылқыдан келе жатса, бір адам қарсы жолығады. Құлатай батыр, қайдан келе жатқан адамсың деп сұрайды. Осы жақта Құлатай батыр деген, соған қосылайық деп келе жатырмын. Құлатай батыр, сен болсаң, мен саған аға боламын, дейді сонда әлгі кісі. Сөйтіп екеуі қосылып жүре береді. Бір күндері болғанда Құлатайдың алдынан тағы бір адам шығады. Бұл да осы жақта Құлатай деген батыр бар дегенге, мен де соған қосылайын деп едім, дейді. Дегенде айтады. Құлатай деген не? Дейді Құлатай батыр. Содан соң үшеуі қосылып жүре береді. Келе жатса, алдарынан бір үй кездеседі. Үйдің ішіне кірсе, адам жоқ. Олар киікті алып келіп, әлгі үйде тамақ қылып ішіп жата береді. Бір күндері болғанда Құлатай үлкен ағасын қалдырып, бізге тамақ даярлап қой, дейді. Өз ортаңғы ағасын ертіп аңға кетеді. Олар кеткен соң ағасы етті асып отырса, бойы бір тұтам, сақалы 40 тұтам бір адам кіріп келеді де, маған ет салып бер, дейді. Інілерім бар, ет саған жетпейді. Қолынан өз еркімен ет бермейтін білген соң, бойы бір тұтам адам оны көтеріп алып
астына басып отырып, еттің бәрін жейді де кетіп қалады. Кешке Құлатайлар келсе, ет жоқ, ағасы отыр. Еттің қайда? Деп інілері сұрайды. Ағасы, бойы бір тұтам, сақалы 40 тұтам бір адам келіп, етімді тартып жеп кетті дейді. Ертеңінде Құлатай ортаншысын тастап кетеді. Бұл етті асып отырған бойы бір тұтам, сақалы 40 тұтам бір адам сәлем беріп кіріп келеді. Маған ет салып бер дейді. Бұл айтады, саған не себепті ет беруім керек? Асқан етімді беретін адамдарым бар. Бойы бір тұтам мұны да көтеріп ұрып, астына басып отырып, еттің бәрін тартып жейді де, атына мініп кетіп қалады. Кешке ағасы інісі келеді, оларға беретін еті жоқ. Сонда ол, сендерге асып отырған етімді бойы бір тұтам, сақалы 40 тұтам бір адам келіп жеп кетті дейді. Сонда Құлатай батыр ашуланады да, ертеңіне өзі қалады. Екі ағасы аңға кетеді. Ағалары кеткеннен соң Құлатай қазанды толтырып ет асып отырғанда, бойы бір тұтам, сақалы 40 тұтам адам кіріп келеді де, Құлатайдан ет сұрайды. Саған асып отырған ет емес бұл, өзіміздің басқа қонағымыз бар дейді Құлатай. Бұл сөзге бойы бір тұтам, сақалы 40 тұтам ашуланып, Құлатаймен алыса кетеді. Құлатай салған жерден оны сақалынан ұстап алады да, көтерген бойы есіктің алдына бір бәйтерек бар еді, соған апарып сақалынан байлап қояды. Екі ағасы келіп, асылы отырған кісіні көреді. Таң атқан соң қараса, әлгі бойы бір тұтам, сақалын үзіп қашып кетіпті. Үшеуі бойы бір тұтам ізінен түсіп келе жатады. Бір уақытта бойы бір тұтам бір қара тасқа келіпті де, сол жерде ізі жоғалыпты. Қарап тұрса, еш жаққа кеткен ізі көрінбейді. Құлатай батыр қара тасты аударып көрсе, асты терең құдық екен. Құлатай, ол осы құдыққа түскен шығар, дейді ойланып. Расында да бойы бір тұтам түсіп шығатын арқаны бар екен. Енді Құлатай сонымен түспек болады. Сөйтіп ағаларына, арқанды қимылдатқан уақытта сендер тартып алыңдар дейді. Осыны айтады да, Құлатай құдыққа түсіп кетеді. Құлатайдың екі ағасы құдықтың басында қалады. Құлатай құдықтың түбіне түсіп, қараса 3 ақ үй тігулі тұр екен. Ол енді сол үйлерге қарай жүреді. Алдымен ортадағы үйге жақындайды. Ішіне кірсе 3 қыз отыр. Олардың жанында жаңағы бойы бір тұтам бар екен. Құлатайды көрген бойда ол ашуланып, сен неткен жансың, менің үйіме неге сұраусыз кіресің дейді. Бұл қарындасымен бір көлдің басына елден бөлек 3 ақ үй тігіп жатқан бір ханның баласы екен. Қарындастарын күйеуге бермей аламын деп келген жан болса, өлтіріп тастап отыратын көрінеді. Бұл жолы да сол әдетін қылып өлтіремін деп Құлатайды далаға алып шығады. Сол уақытта Құлатай оны көтеріп алып, жерге бұрып, талдырып жығады. Сөйтіп, қазына мүлкімен қосып 3 қызды алып, баяғы түскен жеріне келеді. Жер үстіне әуелі 3 қызды шығарады. Содан кейін өзі шығып келе жатқанда, екі ағасы бұл шыққан соң қыздардың ең сұлуын өзі алады деп қызғанып, арқанды кесіп жібереді. Құлатай батыр қайтадан құдықтың түбіне құлайды. Байқаса, бір үлкен көлдің жағасында түсіпті. Ешбір жері ауырған жоқ. Енді жан-жағына көз жүгірсе, бір үлкен терек тұр екен. Оның басына қараса, 3 балапанды көреді. Біреуі жылап отыр, екеуі күліп отыр. Оларды енді әлгі ағаштың түбіне келіп
басына шығып балапандардан: «Сен екеуің неге күлесің? Мынау неге жылайды?» деп сұрайды. Балапандар: «Анамыз жылда 3 балапан табатын еді. Жылда Айдақар бүгінгі күні келіп жеп кететін еді. Әуелі оны жейді. Содан соң бұл соған жылайды» дейді. «Бізді сонан соң жейді. Мұны жегенше біз екеуміз жарық дүниені көре тұрамыз» дейді. Құлатай: «Сендерді Айдақар қай уақытта келіп жейтін еді?» дейді. Сонда балапандар: «Енді 1 сағаттан соң келіп жейді» дейді. Балапандардың жағдайын білген соң Құлатай олардың жанында қалады. 1 сағаттан уақыт өткенде Айдақардың келе жатқанын көреді. Құлатай батыр ақ алмасын қолын алып, ыңғайланып күтіп отырады. Айдақар жақын келгенде алдынан қарсы шығып, басын опыра шабады да кесіп алады. Басты үшеуінің алдына бөліп тастайды. Балапандар Айдақардың басын жеп тойып алады. Бір уақытта тасты бұршақтай жаудырып, тауды қаңбақтай аударып, жаңбырлатып, қарлатып балапандардың анасы ұшып келеді. Ол 3 балапанның да аман екенін көргенде қуанып кетеді. Сол кезде күнде шайдай ашылады. Шешелерінің келе жатқанын көріп, 3 балапан Құлатайды жасырып қойған болатын. Шешесі бұл үшеуінен: «Сендерді Айдақарға бермей тірі алып қалған кім?» деп сұрайды. Балапандар айтады: «Жұтып қоймасаң саған айтамыз». Шешесі: «Көрсетіңдер, жұтпаймын» дейді. Балапандар қанаттарын ашып көрсеткен бойда ол Құлатайды жұтып қояды. Сонда 3 балапан жылап жібереді: «Бізді өлімнен айырған адамды жұтпа» деп олар шешесінің тамағынан қысып қылқындыра бастайды. Анасы Құлатайды жерге тастайды да: «Менің балапандарымды өлімнен алып қалған екенсің, енді тілегіңді айт» дейді. Құлатай: «Мені жарық дүниеге шығарып тастасаң болды. Онан басқа сізден тілейтін тілегім жоқ» дейді. Дәу қара құс: «Жарайды. Жүргенше 800 торғай атып ал, 8 мыс су ал. Мен сені қалаған жеріңе шығарып тастаймын» дейді. Құлатай 800 торғай мен 8 мыс суды даярлайды. Ертеңген күн шыққан соң дәу қара құс: «Кел арқама мін» дейді. Құлатай батыр торғайлар мен 8 мыс суды алып келіп құстың арқасына отырады. Сол уақытта дәу қара құс оны көтеріп алып ұша жөнеледі. Отыр Құлатай. Түс мезгілі болғанда қара құс оң жағынан мойнын бұрады. Сонда Құлатай 400 торғайды аузына тастайды. Сол жағына бұрылғанда 4 мұз суды құяды. Түс қайтып 5 болған уақытта қара құс мойнын оң жағына қарап бұрайды. Құлатай оның аузына қалған 400 торғайды тастайды. Мойнын сол жағына бұрғанда 4 мұз суды құяды. Сөйтіп күн батпай-ақ оны құдықтан жердің бетіне шығарады. Содан соң қара құс: «Енді осыған разы бол» деп қош айтысып құдыққа қайта түсіп кетеді. Жер үстіне шыққан соң Құлатай жаяу жүріп келе жатады. Бір күндері болғанда ас беріп жатқан бір ауылға кезігеді. «Бұл кімнің ауылы?» деп сұраса, өзінің құдыққа тастап кеткен ағаларының ауылы екен. Олар: «Құлатай өлді» деп ас беріп, қыздарды әйел қылып алмақ болып жатыр екен. Ағалары Құлатай батырды аман есен келгеніне таң қалып, оңаша отау тігіп, не болды? Тігіп, қылған қателіктері үшін кешірім сұрап, аяғына жығылады. Ағалары қатесін мойнына алған соң,
Құлатай оларға кешірім етеді. Ақырында үшеуі татуласып, бай болып, мұраттарына жетеді. Осымен ертегі бітті. Не оқытың? Ұққаныңды айтып бересің, иә? Ертегі. Ұқтың ба? Жақсы ма екен ертегі? Жақсы. Ертегі жақсы, иә? Ал, Рахмет, апа. Ал, рахмет өзіңе де ұққаныңа.